Ассалаумағалейкум, армысыздар қазақ елі. Бүгін 12 сәуір. Біз шылаушындарға эмбиогум витаминін береміз. Және мына жерде шамал бетінде капустаның, банан, груша, картошка, сәбіз бар екен, пияз бар екен. Қалғанның барлығы нан. Бір қап нан суға жібітіп қойдым бұны. Бұны әбден суға жібіткеннен жақсылап тұрып, езіп тұрып, бумаждап тұрып, бұны да шылаушындарға береміз. Бұны берген себебіміз шылаушындар иммунитеті көтеріледі шылаушындардың. Көктемде шошқадан басқаның бәрі азат дейді ғой. Бұлар да жаңағы азып қалмас үшін, иммунитеттері түсіп кетпес үшін мына жерді шамалы анарға дейін ашып қойдым. Бұл жерге жаңа нанды тастаймыз қазір. Ал анау эмбиогумды толық түгелдей шашып шығамыз. Айбай, мына бір қолмен ыңғайсыз ба? Көрейік шылаушындар қалай екен. Тек шылаушындар мұны көрді ме? Керемет деп айтуға келеді екен. Біздің телефонның камерасы осы нашар сияқты. Жақсы, әдемі. Кішкентай малюктар неден бар? Көнбей тұрмыз. Дегенмен жақсы көбейіп жатыр, бірақ сонда да иммунитетін көтеріп қоюды жөн санап бүгінгі күнге түсті. Енді сәті эмбиогумды алдық, суға араластырдық, қантпенен қант қосып араластырып. Енді соны бір-екі сағат тұрсын, сосын кейін жаңағы шелекпен үстен шашып шығамын. Мына жерде мынау маған енді өрік сияқтанып көрініп тұр. Мынау шығып келе жатқан өрік-ау деп ойлап тұрмын. Және мына жерден бір көргенім картошка шығып отыр. Мына жерді біз қазір өлшеп шықтық. Бастан аяқ 100 квадрат метр жер болып жатыр. 100 квадрат метр жер. Мына жерде де бірдеме шығып келеді. Арам шөп емес енді. 100 квадрат метр жер. Шылаушындар жақсы жұмыс жасауда. Ауылда үйде отырып аз ақшамен кәсіп бастағыларыңыз келсе, міне дайын кәсіп. Ешқандай қиындығы жоқ. Мысалға 15 000 теңгеге бір коробка шылаусын алатын болсаңыз, оны азғантай жерге естіғанда көп емес, кішкентай жерге малдың көңін, кез келген 4 түлік малдың көңін аластағаны. Жақсылап 2-3 марта жуып, содан кейін соған жаңағы бір коробка шылаушыныңызды тастайсыз. Ол 3 айдың ішінде 10 есе көбейеді шылаушыныңыз. Демек, бір коробка шылаушын дегеніміз 3 айдың ішінде 10 коробкаға, яғни 1 квадрат метр жерге көбейеді. 3 айдан кейін оны 1 квадрат метр жерге көңге тастайсыз. Ол 1 квадрат метр дегеніміз енді 1 метр, ұзындығы 10 метр ғой. 2-де 5 қылсақ та болады. Мысалға 4-те қанша? 4-те 3 па, сондай енді 10 квадрат метрде бұлай келтіріп алуға болады. Сол жерге жаңағы 3 ай баққан шылаушындарыңызды ана жерге тастасаңыздар, ол 1 квадрат метр жаңағы 10 коробка ғой енді, 1 квадрат метр шылаушыныңыз. Және 3 айдан кейін уже 10 квадрат метрге, яғни 100 коробкаға көбейеді. Сіз 15 000 теңгеге алдыңыз, азғантай көңге тастадыңыз есіктің алдына. 3 айдан кейін анау 15 000-ға алған шылаушыңыз 150 000-ға көбейіп тұр.
Және 3 айдан кейін ол 150 мыңдық жаңа шылаушыныңыз, және 3 айдан кейін тағы 10 есе көбейгенде уже 1,5 миллион теңгеге шылаушының өзін сатып жіберсеңіз, сол баға қайтадан жаңағы 1,5 миллион теңгеге өткізіп жіберуге болады. Ал енді мысалға қазір көктем енді басталып керемет болып жатыр, сәуір. Осы кезде алсаңыз мамыр, май, қалай болады? Мамыр, маусым, шілде, осы 3 айда 1 горок болсаңыз да, 10 горок болсаңыз да, 3 айда ол 10 есе көбейеді. Сосын тамыз, қыркүйек, қазан, және осы 3 айда ана 10 есе көбейген затыңыз, одан кейінгі тағы да 3 ай өтті ғой қазанға дейін. Және 3 айға тағы 10 есе көбейеді. Демек, сіз деген күзге дейін өзіңізге керек көлемде шылаушыңызды көбейтіп аласыз. 1 коробка шылаушыны 15 мыңға алдық. 6 айдың ішінде онымыз біздің 150 коробкаға жетті. Демек, болады екен, үйде отырып табыстың осыны табыс қылып, кәсіп қылып, осымен табыс тауып отыруға өте керемет. Ауылдық жерде көң деген кез келген үйде енді мал бар, мал ұстамайтын үй болмайды. Мал мейлі малыңыз болмаса, көршілеріңізде бар. 1-2 тачка жаңағы көңінді әкеп, жуып тазалап, 1 коробка шылаушыны салуға кез келген адамның қолынан келеді деп ойлаймын. Жасаңыздар осы кәсіпті. Осы кәсіп арқылы үлкен жетістіктерге жетіңіздер. Осы кәсіп арқылы жетпей жатқан дүниелеріңізді жеткізуге болады. Көп нәрсеге қол жеткізесіздер, иншалла. Тек қана бұл жерде әуелі сабыр сақтауыңыз керек. Одан кейін жақсылап қарау керек қой. Ылғалдығын тексеріп тұрасыз, мысалға ашастағына. Мына жердің өзінде жүр екен, мысалы қараны. Көрдіңіздер ме? Ылғалдылығын көресіздер өйстіп. Мынау ылғалдылығы қолға біткен кезде мынандай тұрса, ылғал нормально. Әдемі деген сөз ылғалы. Білесіздер не жүр ғой? Көңілерін тақ қоямыз бейті. Алла қаласа, мамыр айының аяғында, маусым айының басында бұл жерде бізде толық биогумусқа айналады. Және мына жерден шыққан шылаушыңды 100 квадрат метр жерге тастауға болады. Жоқ, 100 квадратты 1000 квадратқа тастауға болады. 1 квадратты 10 квадратқа тастаған кезде 100 квадратты 1000 квадратқа тастайсыздар ма? Солай емес па? Ағаш дейді. Мынау кішкентай балдар өсіп келеді. Қараңыздар, ойланыңыздар, асыраңыздар. Оңай
қиындамы да жоқ, әшейін ойнап жүріп жасайтын бизнес бұл. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, тіркелмеген болсаңыздар. Лайк басыңыздар, осы видеоны көпшілік көрсін десеңіздер, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Рахмет баршаңызға. Алла разы болсын.